Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика. Ақша экономикалық айырбастың негізгі құралы, алайда ақша өздігінен құнды бола алмайды. Ол қандай да тауарға тең болуы керек. Яғни алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген сияқты. Мінсіз экономикалық жүйеде нарықтағы ақша құны нарықтағы тауар құнына тең. Мысалға, теңіз ортасындағы аралда өмір сүрейік дейік. Ол жерде де өз экономикасы бар. Ондағы ақша алтын монета, ал аралдағы жалғыз тауар ол автомобиль. Мұндай адам сенгісіз жағдай бізге тек мысал ретінде түсінікті болуы үшін керек. Сонымен аралда 10 монета және 10 машина бар дейік. Яғни бір машинаның құны бір монетаға тең болар еді. Бірақ бұл теңдік ұзақ тұрмайды. Екі түрлі вариант бар. А варианты. Бір күні аралдан біреу алтын тауып монета жасайды, ал енді біреу машинасын сатады деген сияқты. Яғни монета машинадан көбейеді. Сонымен аралда 12 монета 6 машина қалды дейік. Яғни бір машина 2 монета тұрады. Машина өзгерген жоқ, сол бұрынғы машина, тек ол енді бір монета емес, 2 монета тұрады. Мұны инфляция дейміз. Яғни біздің ақша 2 есе құнсызданды. Ал енді В варианты. Машина монетадан көп. Яғни біреу аралда машина жасап жатыр. Сонымен 20 машина мен 10 монета қалды дейік. Яғни бір машина жарты монета тұрады. Мұндай тауар құнының түсуін экономикада дефляция деп атайды. Сонымен егер нарықта тауар мен қызмет құны нарықтағы ақшаға тең болса, инфляцияда, дефляцияда болмайды. Алайда нарықтық экономикада бұл теңдікті сақтау практикада мүмкін емес. Себебі нарық өте үлкен, күн сайын жаңа тауарлар жасалып жатыр. Негізінде күн сайын емес, секунд сайын. Ендеше біреу сол тауар құнына сай келетін ақшаны жасап, оны айналымға шығару керек қой. Оны кім жасайды? Банктердің банкі, яғни орталық банк. Оны біз ұлттық банк дейміз. Ұлттық банк елде ақша жасай алатын жалғыз орган. Ұлттық банктың негізгі міндеті елдегі тауар құны мен ақша құнының теңдігін анықтау. Елдегі тауар көбейсе, ақша шығарады. Егер тауар азайса, ақшаны азайтады. Ең қызығы, ұлттық банк халықпен де компаниялармен де жұмыс жасамайды. Тек тікелей коммерциялық банкпен жұмыс жасайды. Коммерциялық банктер ақшаны қайдан алады деп ойланып көрдіңіз бе? Банктерге ақшаның бір бөлігін халық депозиттері арқылы береді. Алайда ақшаның көп бөлігін банктер орталық банктерден алады, яғни кредитке. Мысалға, орталық банк Арал банкіне процентке ақша береді. Бұл процент есептік немесе кілттік ставка деп аталады. Ол шамамен 12%-ке береді дейік. Соған сәйкес банктың депозит ставкасы 12% болуы мүмкін, алайда банк халыққа кредитті 17%-ке береді, яғни 5% банк пайдасына. Егер орталық банк кілттік ставканы 12 емес 17%-ке берсе, Арал банкі халыққа ол ақшаны 22%-ке кредитке беруі керек болады. Әрине мұндай жағдайда адамдар кредит алуды азайтады, яғни айналымға аз ақша түседі, яғни экономикадағы оборот азаяды. Сонымен, егер елде жоғарғы инфляция байқалса, орталық банк кілттік ставканы көтереді, яғни айналымға аз ақша түсіріп, жағдай тұрақтандырады. Ал егер елде дефляция байқалса, орталық банк кілттік ставканы түсіреді, яғни айналымға ақша көп түседі, яғни тауар құнына әсер етеді. Сіз ойланып көрдіңіз бе, инфляция кімге тиімді? Инфляция әсерінен кім байып жатыр? Ол кімге керек деген сұраққа жауап беріп көріңіз. Ойыңызды комментарийге жазыңыз. Алда осы тақырыпта видео көргіңіз келсе, көргім келеді деп комментарийға жазып кетіңіз. Көп адам сұраса, жасаймыз. Қазақ халқының экономикалық сауаттылығын арттыру үшін құрылған қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз, лайк басыңыз. Басқа да видеоларды көріп экономикалық сауатты болыңыз. Сау болыңыз.